Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Хикмет телерадио студиясы ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалям. Сумма амма бад. Аллаху субхану ва таала Құран-ы Кәримде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ал-малу вал-бануна зинатул хаятид дуnya. Вал-бақиятус салихату хайран инда раббика саваба ва хайран амала. Дүние мүлік пен бала-шаға қу тіршіліктің сәні. Ал мәңгі бақи өшпей тұрған жақсы амалдар Раббыңның құзырында сауап тұрысынан да оларға үміт арту жағынан да әлде қайда қайырлы дейді. Омар Фаруқ айтады: Изду дуня билмал вал издул ахират би салихил амал. Бұл дүниенің си құрметі мал мүлікпен болса, ал ақыреттің си құрметі жақсы амалдарменен болады. Адам баласы жақсы амалды шамасы келгенше орындау керек. Біздің ақыретте алып бара тұрған нәрсеміз, жанымызбен бірге кете тұрған бұл жақсы амалдар. Абай атамыз айтады: өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Мені мен менен кенін айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмей тұғын артынан сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бөлмей, бақи қоймас пәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмасын, терең ойдың телмеріп сонына ермей. Дүниеге дос ақыретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей боп орныға алмас. Дүниеге ынтық, мақшарға амалсыздың иманы түгел деуге аузым бармас. Әлбетте, дініміз ислам ақыретті ойлап бұл дүниені тастап қой деген жоқ. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадиси шарифінде айтады: Лайса хайрукум ман тарака дуня ли ахира ау ахирату ли дуня бал хайрукум ман ахаза мин хазихи. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадиси шарифінде айтады: сендерден бір адамда хайырлық жоқ, дүние деп ақыретін тастап қойса, немесе ақырет деп дүниесін тастап қойса, сендердің жақсыларың дүние мен ақыретті бірге алып барғандарың дейді. Міне құрметті жамағат, дүние мен ақырет жұмысын бірге орындау керек. Аллаху субхану ва таала үйреткендей, Құран-ы Кәримде Раббымыз айтқандай: Раббана атина фид дуня хасана ва фил ахирати хасана ва қина азаба нар. Раббым, маған дүние игілігін бер, және де ақырет игілігін бер, және де тозақ отынан асыра деп. Момын адам, нағыз момын, жәніне де тәні де бірдей көңіл бөледі. Бақытты адам кім деген кезде, мынау батыстың философтары әр нәрсені айтты. Аристотель, Сократ, Афлатон. Енді исламдағы негізі ең бақытты адам тәнімен жәніне бірдей көңіл бөлген. Яғни тәніне қандай азық берсе, жәні де сондай азық берген адам, ол екі дүниеде де бақытты екен. Аллаху субхану ва таала бізге дүние істерінде де, ақыретте де игі амалдар. Аллаху субхану ва таала сіздермен бізге дүние ісімізді де, ақыретімізді де Аллах таала айтқандай, пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам көрсеткендей орындап, екі дүниеде де жүзіміз жарық болуын Аллах таала бәрімізге нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.